Сәлем достар, бүгінгі видеода жаңа бір тақырыпты қозғағым келіп отыр. Видео облигация жайлы болмақ. Таныс сөз болғанымен, оның қыр-сырын көп жан біле бермейді. Осы видеода облигацияның не екенін, оның түрлерін, қайда сатылатынын және оларды кім шығаратындығын айтып беретін боламын. Жалпы білесіздер, кез келген даму үшін қаражат керек. Сол сияқты компанияның үлкейіп көркеюіне де қаражат керек. Өткен видеоларда сіздерге компанияның қаражат тарту көздерінің бірі акциялар туралы айттым. Одан бөлек капиталды қор нарығы арқылы тартудың екінші жолы бұл облигациялар шығару болып табылады. Жалпақ тілмен айтқанда, облигация дегеніміз пайыз бен қарызға ақша беру сияқты. Компания белгілі бір суммада облигацияны шығарады, ал инвестор сол облигацияны сатып алады. Яғни, қарызға компанияға уақытша ақша бере тұрады. Және сол ақшаны компания қолданғаны үшін инвесторға пайыз төлеп тұрады. Осы айтқандарымызды қорытындылап, облигацияның анықтамасын айтайық. Облигация оның егеріне оны сатып алған кездегі сумманы белгілі бір уақытта қайтаруды және ақшаны пайдаланғаны үшін пайыздық сыйақыны төлеуді міндеттейтін борыш. Облигацияларда акциялар сияқты қор нарығында саудаланады. Тиісінше сіз оны да брокер арқылы сатып ала аласыз. Енді облигациялардың ерекшеліктеріне тоқталайық. Кез келген облигацияның өз номиналы болады. Номинал бұл облигацияның бағасы. Алайда, нарықтағы жағдайға байланысты облигациялар номиналдан жоғары немесе төмен бағаға саудалануы мүмкін. Мысалы, облигацияның номиналы 10 мың теңгеделік. Алайда, нарықтағы өзгерістерге байланысты ол 9 мың теңгеге саудалануы мүмкін. Егер баға номиналдан төмен болса, айырма сумма дисконт деп аталады. Яғни, бұл жағдайда 1000 теңге дисконт. Ал егер бағасы номиналдан жоғары болатын болса, ол премия деп аталады. Мысалы, номинал 10 мың, ал баға 13 мың теңге болса, премия 3 мың теңгеге тең болады. Жаңа айтып өткендей, кейбір облигацияларда пайыздық сыйақы төленеді. Оның көлемі мен жылына қанша рет төленетіні облигацияны алған кезде көрсетіледі. Әдетте сыйақы жылына 3-4 рет төленеді. Сонымен қатар облигацияның айналым мерзімі де болады. Яғни, облигацияның айналым уақыты соңына келгенде сізге компания қарызға алған ақшаңызды қайтарып береді. Бұл дегеніміз, сіздің облигацияны айналым уақыты біткенше ұстау керектігін білдірмейді. Оны сіз нарықтық баға өзгергенде, яғни бағасы номиналдан да жоғары болған жағдайда пайда табу үшін сатып жібере аласыз. Осымен облигацияның ерекшеліктері аяқталды. Енді облигацияларды кімдер шығаратынын қарастырайық. Әдетте оларды мемлекет және компаниялар шығарады. Мемлекет облигацияны шығарса, ол мемлекеттік облигация деп аталады. Оларды әдетте ұлттық банк, үкімет, әкімдіктер шығарады. Ал егер облигацияны компания шығаратын болса, ол корпоративтік облигациялар деп аталады. Сонымен қатар, шығарылған валютасына қарай облигациялар қарапайым және евро облигациялар деп бөлінеді. Жай облигациялар теңгемен шығарылса, евро облигациялар доллар, евро сияқты валютамен шығарылуы мүмкін. Бұл туралы толығырақ жоғарыда көрсетілген видеодан көрсеңіздер болады. Сонымен, сіздерге облигация ұғымы енді түсінікті болды деп үміттенемін. Сіздер енді тек компанияларға емес, мемлекеттің де бағалы қағаз шығаратынын түсіндіңіз деп ойлаймын. Сіздерден видео ұнаса лайк басып,
каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Рахмет, сау болыңыздар.